Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмді әрі оңай печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен қажетті өнімдерді дайындап аламыз. Құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды шағып, үстіне шымшым тұз салып аламыз. Ал енді ванильді қант, шекерімізді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ал дайын болған массамыздың үстіне алдын ала дайындап қойылған ұн мен қопсытқышымызды саламыз. Барлығын қолмен біріктіріп шығамыз. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды. Барлығын дәл видеодағыдай қылып жасап шығамыз. Барлық печеньенің формасы бірдей болу үшін мен таразыға 10 граммнан бөліп шықтым. Дәл видеодағыдай форма жасап, үстінен басып шығамыз. Шаншқының көмегімен бетін әсемдеп шығамыз. Печеньемізді 180 градуста 15 минутқа қойып аламыз. Мінекей достар, печеньеміз пісті. Өте оңай печенье, сіздер де жасап көріңіздер.